Молла Мұхаммаджан Рустамұлы алейхи рахма ұстазымыздың сөзі бар. Ол айтады да, мен өмірлік тәжірибемде мынандай нәрсені көрдім дейді. Бір вахаби немесе сәләфиге дініміздің құндылықтарын ұқтырудан 10 дінсіз адамды дінге шақыру маған жеңілдеу дейтін еді. Әр 2-3 жұмада мен айтып тұрам, халыққа ескерту жасаймын. Мысалы, Юсуф Давран, Абдулла Зуфар, олардың уағыздарын бастан аяқ қарайтын болсаңыз, қандай бір уағыз айтпаса, міндетті түрде біздің дәстүр исламды қаралау. Худжум дейді енді, негізгі атакасы орысшасын айтқанда, біздің дәстүрге шабу. Қай бір уағызын тыңдамас, міндетті түрде біздің бір дәстүрімізді бір шабу жасайды. Яғни қаралайды. Мен бір ұстазым болған. Сол кісі бір керемет сөзді айтатын еді. Адамды бұзу үшін, немесе адам болмау үшін мағына жағынан. Оның діні болмау керек дейді. Оның ұлты болмау керек, оның тілі болмау керек, оның тарихы болмау керек, оның жері болмау керек, оның дәстүрі болмау керек дейді. Этаппен жасайды дейді. Дінге, ұлтқа шабуыл бірден жасай алмайды. Артық жағынан бастайды. Тарихты жояды, дәстүрін жояды. Сосын неге келеді? Жай тілін жояды. Тілі жойылғаннан кейін мынақта не қалып тұр? Ұлты қалып тұр, діні қалып тұр, жері қалып тұр. Үш нәрсе кеткеннен кейін үш нәрсе әлсірейді. Мысалы, кейбір сол діда мүшелерін көретін болсаңыз, Құдайға шүкір демеймін, мысалы, арабшалап айту, ахиді, бауырым демеймін, мысалы, ахиді. Солар бәрі неліктен? Өйткені жоғары жақтағы нәрсе, үш нәрсесі кетіп қалды. 14 ғасыр бойы ұстам келген дәстүрлеріміз сол ғұламалар, сол бабаларымыз жағынан сараптамасынан өткен дәстүр бізге жетіп келді. 14 ғасыр бойы қаншама шейхтар бұл дәстүрді бұлай көз алдына өткізді, өздері амал етіп келді. Соған бізде амал етуіміз керек.